Сәлем достар, Гүлзаттың каналына қош келдіңіздер. Бүгін осындай ерекше жеңіл, тез дайындалатын тағамның рецептімен бөлісейін деп жатырмын. Ол үшін бізге үйдегі бар заттардан осындай котлет тәріздес асымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай көлемі үлкенірек 3 картопымыз қажет. Оның сыртын жуып, ашып тазалап алдық. Және 2 жұмыртқамыз піспеген, және осындай шағын ғана сырымыз қажет. Енді бұны жасамастан бұрын бірінші біз картошкамызды осындай шағын 4 бүрішті қылып турап суымызға пісіріп алуымыз қажет. Міне осындай шағын ғана қылып мұздай суға пісіріп аламыз. Піскеннен кейін картопымызды турап, картопымызды езіп, пюре қыламыз. Ары қарай видеоны соңына дейін көруге тырысыңыздар. Енді күнде жасамасаңыздар да, ара-тұра балаларыңызға, үйдегі отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады. Міне, осындай. Енді 2 картоптан да жасауға болады, 1 жұмыртқаны қосып. Енді өз қалауларыңыз бойынша үйдегілердің барлығына жетсін деп мен кішкене молырақ жасап жатырмын. Міне, картоптың барлығын осылай турап аламыз. Енді суымызға саламыз пісіруге. Міне достар, бізде картошкамыз дайын болды. Енді осылай езіп аламыз картошкамызды. Енді уақытты өте алмай, тез әрі жылдам. Картошкамызда ұзақ уақыт алған жоқ, тез пісті. Езілген картошкамызға енді біз осылай тұзымызды себеміз. Енді бізге қара бұрышымызды себу керек. Өте көп сеппейміз, осылай азын-аулақ жеткілікті. Және үйлеріңізде қандай приправа бар, сондай сепсеңіздер болады. Енді менде тауық етіне арналған бар екен, соны себейік. Міне, бұдан да көп сеппеймін. Міне, осы жеткілікті болады. Өте ащы керек емес балаларға. Енді міне барлығын араластырамын. Араластырып болғаннан кейін бізде 2 жұмыртқа бар. 2 жұмыртқаны осылай саламыз. Енді азғантай қылып істесеңіздер, 1 жұмыртқада жеткілікті болатын шығар. Жұмыртқамыз салып алдық, енді араластырып жатырмын. Міне осындай менде шағын ғана сырымыз бар. Ең ұсақ жағынан өткіземіз. Әдемі болу үшін. Барлығын өткізіп аламыз. Бұдан да азғантай болса да қоса берсеңіздер болады. Өте көп қосудың да қажеті жоқ. Міне осылай ұсақтап өткізіп аламын. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Қалған бөлігін өткізіп алайын. Қазір піскенде көресіздер, ортасы әдемі болып пісіп шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, тез әрі жылдам дайындалатын тағамдарды көріп бөліссеңіздер болады. Өз ойларыңызбен жасап көріңіздер. Жасағаннан кейін қалай шыққанын жазыңыздар. Кішкентай ғана сырымызды күштен өткізгенде осындай көлемде шықты. Міне жақынырақ көрсетейін. Енді осыны саламыз картопымызға. Міне, осылай барлығын салып аламыз. Енді қазір араластыратын боламыз. Араластырып аламыз. Міне енді біз барлығын араластырып алдық. Енді аздап ұн қосамыз, електен өткізіп. Осылай. Қазір қолымызбен біріктіреміз. Көп қажет жоқ. Осылай араластырамыз. Мен міне картошканы осылай ұнымызбен кішкене араластырып алдым. Сырымызды қосып енді. Міне дәл осындай котлет қазір қуыратын боламыз. Котлет тәріздес енді картошкамыз. Енді ыдысымызға осылай салып аламыз.
Басқа артық еш нәрсені қосудың қажеті жоқ. Енді қасықпен осылай аздап аламыз да мында саламыз. Енді котлет тәріздес қылып осылай аунатамыз. Міне, аунатамыз осылай. Енді осылай жасап осылай жасап қойып шығамыз. Қазір енді біз майымызды қосып қойдық, майға қоратын боламыз. Екінші бір бөлігін аламыз. Оны да осылай саламыз. Араластырамыз. Балықты ұнға аунатқан сияқты ғой. Енді бұнда бір ерекшелігі картошкамен жаңағы сырымыз, ұнымыз барлығы осындай жұмсақ болып тұр. Енді осылай жасап қойып шығамыз. Үшінші бөлігін алайын. Бұнда салам. Барлығын видеоны өте ұзақ созбай қояйын. Міне, екі-үшеуін істеп сіздерге, сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасаңыздар. Міне достар, мен осылай 9-ын жасап алдым. Енді майымыз қайнайын деп жатыр. Майымызға қорып алатын боламыз. Картошкадан жасалған котлет тәріздес асымызды осылай қорып алатын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, сіздерге жасап көріңіздер. Уақыт алмайды, тез әрі жылдам піседі. Үйде қыздар жақсы көреді. Не көріп тұрсыздар, қалай қызарып жатқанын. Осылай екі жағын кезек-кезек аударып отырып пісіреміз. Достар, міне бүгін біз картошкадан және ұн қосып, аздап сыр қосып, осындай әдемі котлет жасап шығардық. Енді бұл асымыздың атауы жоқ, дегенмен жасап көрдік. Енді өте қызарып кетті демеңіздер, арасына сыр қосылғаннан кейін өте әдемі болып тұр екен. Енді сізге ортасын көрсетейін, қандай болған. Міне сыр қосылғандықтан әдемі үлпілдеп тұр екен. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Дәмі деген ерекше. Қыздарым да өзім де жеп көріп жатырмын. Енді көрсетейін. Ерекше шыққан. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар.